Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы. Сіздермен бірге мен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз қалыпты екігі курсына арналған сабағымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Өткен сабағымызда біз қалыпты екігі құрылымдарына тоқталып өттік, және жүректің бір циклінде экг графигі қалай жазылады, соны айтып өткен болатынбыз. Бірақ егер де сізге пациентте жазылған экг парақша түсетін болса, сіз ол жерде экг тишелері барлық жерде бірдей емес екенін көресіз. Кейбір жерлерде, мысалы тишесі өте биік болады, амплитудасы биік болады, кейбір тіркемелерде тишесінің қысқа екенін көресіз. Керісінше кейбір жерлерде тишесі өте терең болып орналасады. Кейбіреулерінде мүлде білінбей қалуы мүмкін. Тишесін кейбір жерлерде біз көрмейміз. Оны таппасақ, біз оны патологиялық жағдай деп қарастыра алмаймыз, өйткені ол өзі тіркемелердің ерекшелігіне байланысты да. Яғни біз бұны түсіну үшін біз экг қалай жазылып алынады, соны білуіміз керек. Яғни біз экг-ні тіркеу әдісіне тоқталып өтетін болсақ, жалпы экг аппаратында 10 түрлі электрод болады. Біз, яғни науқастың денесіне 10 түрлі электродты орналасуымыз керек. Оның 6-ы кеуделік болып табылады, яғни кеуде қуысының беткейіне орналасамыз. 4-еуін біз аяқ қолдарға орналастырамыз. Бірінші біз кеуделік электродтарға тоқталып өтсек. Жалпы кеуделік электродтар олар жалпы саны 6-ау. Біз оны қалай орналастырамыз? Алғашқы кеуделік электрод бізде 4-ші қабырға аралықта төстің сол қырына орналасады. Вот мынаны біз қабырғалардың схематичный сызбасы деп алатын болсақ, бірінші қабырға, екінші қабырға, үшінші қабырға, төртінші қабырға. Бір қабырға арасында кеңістік ол қабырға аралық деп аталады. Яғни бірінші қабырғаның асты бірінші қабырға аралық, солай екінші, үшінші, төртінші қабырға аралық. Алғашқы кеуделік электрод бізде 4-ші қабырға аралықта төстің оң қырына орналасады. Яғни ол В әрпімен белгіленеді, В1. Одан кейін екінші кеуделік электрод ол төстің сол қырында 4-ші қабырға аралықта орналасады. Яғни В2. Одан кейін біз 4-ші кеуделік электрод орналасамыз. 4-ші кеуделік электрод ол бұғана ортаңғы сызығы бойымен, бұғананың ортасын тауып бастырып, соны сызық жүргізесіздер. Сол кезде бұғана ортаңғы сызығы бойымен 5-ші қабырға аралықта орналасады. Бұл 4-ші кеуделік электрод. 3-ші кеуделік электродта сіздер осы В2 мен В4-ті көзбен қосып аласыздар да, соның ортасына орналастырасыздар. Бұл В3. Яғни бірінші В2 мен В4 орналасып, одан кейін оның дәл ортасын тауып аламыз, сол жерге 3-ші кеуделік электрод орналастырамыз. Одан кейін 5-ші кеуделік электрод, ол 5-ші кеуделік электрод қолтық алдыңғы сызығы бойымен 5-ші қабырға аралықта орналасады. Қолтық алдыңғы сызығымен 5-ші қабырға аралықта В5. Одан кейін 6-ші кеуделік электрод, ол қолтық ортаңғы сызығы бойымен, ол да 5-ші қабырға аралыққа орналасады. Бұлар жалпы кеуделік электродтар. Одан кейін бізде аяқ қолдарға орналасатын электрод бар. Оларды ауызша айтсақ болады, олар 4-еу. Қолдарға және аяқтарға орналасады. Оң қолдың білегіне, сол қолдың білегіне. Одан кейін сол аяққа орналастырамыз және оң аяққа орналастырамыз. Көбінесе экг аппараттарында бұлар түрлі түсті болып келеді. Және ол жерде қызыл электродты сіздер сол оң қолға орналастырасыздар. Одан кейін сары электродты сол қолға орналастырасыздар және жасыл электродты аяққа орналастырасыздар. Және 4-ші ол бізде қара электрод. Қара электрод ол бақылаушы электрод болып табылады. Және ол оң аяққа орналасады. Ол қара түсті. Яғни оны светофор ретінде жаттасаңыз болады. Қызыл, сары, жасыл және 4-ші қара. Кеуделік электродтар да сондай болып келеді. Кейбір электродтарда нумерацияны жазып тұрады. В1, В2, В3 деп. Кейбіреулерінде жазылмай тұруы мүмкін. Олардың сымында бізде түрлі түсті болып келеді. Олар жалпы электродтардың өзі ақ, бірақ түстермен белгіленген жерлер болады. Бұларда да В1, егер сіздерде жазылмаса, бірақ цветной берілетін болса, В1 қызыл, сары, жасыл, одан кейін қоңыр, қара және соңғысы көк немесе фиолетовый цвет болады. Бұл түстермен тауысаңыздар болады. Оны енді егер сіздер практикада жолығатын болсаңыздар, сол жерден көріп, бір көргеннен қарап үйреніп аласыздар. Ол қиындық тудырмайды.
Жалпы осылай. Осы 10 түрлі электродтан біз 12 түрлі ЭКГ-да тіркемені көреміз. 12 тіркеме болады жалпы саны. Оның үшеуі стандартты тіркеу, үшеуі күшейтілген тіркеулер, және алтауы бұл кеуделік тіркеулер. Стандартты және күшейтілген тіркеулер дегеніміз қалай? Мысалы, айтсақ. Мынау аяқ қолдарға орналасқан электродтар деп алайық. Мынау оң қол, мынау сол жақ, аяқ және қол. Бірінші үш стандартты тіркеу. Үш стандартты тіркеу ол оң қол мен сол қолға тіркелген электродтардың бір-бірінен электр айырмашылығын тіркейді. Яғни оларды біз рим цифрымен белгілейміз. Бірінші, екінші және үшінші деп. Біріншісі ол оң қол, сол аяқ, сол қол. Екінші ол оң қол, сол аяқ. Және үшінші стандарт тіркеу ол сол қол, сол аяқ. Осылай екі электродтың арасындағы разницаны тіркейді. Одан кейін үш күшейтілген тіркеу деген бар. Яғни ол бір жақты күшейтілген электродтар арқылы тіркейді. Олар AVR, AVL және AVF тіркеулері. Яғни AVR, R right, AVL left және AVF foot, яғни аяқ деген сөз. Одан кейін 6 кеуделік тіркеулер. Әрбір электрод өзі жеке-жеке тіркеме жасайды, және ол ЭКГ-да жеке тіркеме ретінде көрінеді. Біз жоғарыда айтып өттік, ЭКГ парағында біз 12 түрлі тіркемені көреміз. Енді сол 12 түрлі тіркемеде ЭКГ графигінің ерекшеліктеріне тоқталып өтсек, олар нормада қалай жазылу керек? Жалпы бұл екі түрлі факторға тәуелді болады. Ол біріншіден электродтың орналасқан жеріне байланысты, яғни ол жүрекке қаншалықты жақын орналасқан, немесе алыс орналасқан. Және екінші фактор ол бізде жүректің электр осі. Жүректің электр осі дегеніміз жалпы бұл қысқаша айтқанда импульстың таралу бағытының жалпы жиынтық бағыты. Біз білеміз, жүректі өткізгіш жүйесі бойынша импульстер қалай таралады? Яғни мысалы алдымен оң жүрекшеге таралады, синатриалды түйіннен ары қарай ол сол жүрекшеге тарайды, одан кейін қаншаралық пердеге өтеді, жүректің ұшына жетеді, одан кейін жүректің негізіне қарай тарайтын импульстер. Жалпы осы барлығын жинақтап бір векторға жинайтын болсақ, осындай үлкен векторға жинайтын болсақ, бағыт, осы бізде жүректің электр осі болып табылады. Нормада ол негізінен қалыпты нормастеник адамда 69 градус бағытында деп айтады. Ол мысалы 50 градуспен 80-90 градусқа дейін ауытқуы мүмкін. Жалпы осы жүректің электр осі деген ұғым, яғни осыған және электродтың орналасу жеріне байланысты. Енді біз алдымен кеуделік отведениелерде, яғни кеуделік тіркемелерде ЭКГ графигі қалай жазылады, соны айтып өтетін болсақ. Жалпы еске түсіріп өтсек, тішелер бізге неге жауап беретін? П тішесі бізде жүрекшелерде импульстің таралуына жауап береді. Q тішесі қарыншаралық перде, R тішесі жүрек ұшы, S тішесі жүрек негізі, ал Т тішесі бізде реполяризацияны қозудың бәсеңдеуіне жауап беретін. Енді біз кеуделік отведениелерде ЭКГ тішелері қалай тіркеледі, соған тоқталып өтсек. Алдымен П тішесінен бастайық. П тішесі бізде жүрекшелерде импульстің таралуын тіркейді. Оларда вектор бізде алдымен оң жүрекше, одан кейін сол жүрекше импульстің таралуын тіркеп жатыр. Жалпы бұл В2-ден В6-ға дейінгі кеуделік отведениелерде П тішесі положительный болып тіркеледі.
Ал бірінші кеуделік отведениеде ол либо оң болуы мүмкін, либо теріс болуы мүмкін, немесе екі фазалы болуы мүмкін. Бұл нормада бұл үшеуі де кездеседі. Бұл қай кезде кездеседі, және біз қай кезде оны норма деп қарастыра аламыз. Так, егер адам нормостеник болса, оның электр осі бағыты осылай орналасады. И ол кезде ол адамда бізде екі фазалы П тішесін тіркеуіміз мүмкін. Себебі неде? Себебі В1 тішесі бізде айттық. Төртінші қабырға аралықта төстің оң қырында жатыр. И ол жерден оған сол қарыншадан келетін импульстің бағыты оған сай келеді, и ол оң тіше болып тіркеледі. Бірақ сол қарыншаға тіркелетін тарайтын, сол жүрекшеге тарайтын, кешіресіздер, сол жүрекшеге тарайтын импульстің бағыты ол В1 тішесіне мүлде қарама-қарсы болып тұр. Сол себепті ол оны теріс ретінде тіркейді. Өйткені оның бағыты керісінше болып тұр. Ол егер электродқа қарай келесе, ол бізде тішелер оң ретінде тіркеледі. Электродқа қарама-қарсы бағытта жүретін болса, олар теріс тішелер болып тіркелетін. Бұл жерде именно бізде импульс, сол жүрекшеде импульс теріс бағытта кетіп тұрғандықтан, оның тішесі бізде теріс болып тіркелуі мүмкін. Сол себепті біз нормостеник адамда екі фазалы П тішесін көреміз. Ал егер адам астеник болатын болса, яғни оның жүрегі тіке бағытта орналасады көбінесе. И сәйкесінше электр осі бағыты төмен болады. И екі жүрекшедегі импульс ол В1 кеуделік электродына бағыттас болғандықтан, ол кезде біз оң тішені тіркейміз. Бұл астеник адамдарда. Ал гиперстеник адамдарда оларда жүрек көлденең орналасады. Сәйкесінше электр осінің бағыты да бізде көлденең болады. И екі мысалы жүрек бұлай орналасып тұрса, жүрекшелердегі импульсте ол керісінше бағытта тарайды, дұрыс па? И ол В1 тішесіне қарама-қарсы бағытта жүреді. Сол себепті біз айқын теріс П тішесін тіркейміз. Яғни біз ЭКГ-ға қарап П тішесінің теріс екенін көрсек, бірінші кеуделік отведениеде сіз адамның конституциясына баға беруіңіз керек. Ол нормостеник па, астеник па, немесе гиперстеник па. Жалпы нормада осылай. Жалпы қазірде оң деп ала берейік, бірақ П бірінші отведениеде бізде үш формада болады. Соны есіңізде сақтап алыңыздар. Екінші бізде Q тішесі. Q тішесі ол қарынша аралықта тіркейді. Қарынша аралыққа ең жақын жатқан қайсы тішелер? Олар В4, В5 және В6. Дәл осы отведениелерде бізде Q тішесі тіркеледі. Сәйкесінше В4-те бізде Q тішесі айқындау болады. В5-те өте қысқа болуы мүмкін, В6-да да қысқа болуы мүмкін. Ал бірінші, екінші және үшінші кеуделік отведениелерде олар көбінесе өте кішкентай болады, немесе мүлдем тіркелмеуі мүмкін. Жақындатқан В3-те қысқа болуы мүмкін, ал В1, В2-лерде Q тішесін біз нормада да көре алмаймыз. Одан кейін R тішесі. R тішесі жүрек үшін тіркейді. Жүрек үшін ең жақын орналасқан кеуделік электрод ол В4. Яғни біз төртінші кеуделік тіркемеде біз ең үлкен R тішесін көреміз. Әрі қарай келесі ең үлкен ол В5-те болады, и В6-да болады. Үшінші кеуделік тіркемеде де біз айқын R тішесін көре аламыз. В2-ге қараған, В2-ге бар ол қысқа болады, ал В1-де ол өте кішкентай болады. Яғни біз бұларда үлкен R тішесі деп қарастыратын болсақ, В1-де ол әрдайым кішкентай R тішесі болып тіркеледі. Одан кейін S тішесі. S тішесі бізде жүрек негізін тіркейді. Жүрек негізінде ең жақын орналасқан электрод ол әрине В2. В2-де біз ең терең S тішесін тіркейміз. Одан кейін ол В3-те тіркеледі. В3-те негізінен S тішесі мен R тішесінің амплитудалары бір-бірімен бірдей болып келеді. Сол себепті бұл жерде біз В3 кеуделік тіркемесін
ауыспалы зона деп атаймыз. Яғни осы жерден S-шесі мен S-шесінің амплитудалары бір-бірімен ауысады. Яғни V3-ге дейін S-шесі терең болып келсе, енді V3-тен ары қарай бізде S-шесінің амплитудасы биік болады деген сөз. Сол себепті де көбінесе нормада біз V3-ті ауыспалы зона деп атаймыз. Ауыспалы зонаның осы V2-ге немесе V4-ге жылжып кетуі мүмкін. Яғни V2-де мысалы S-шесі биік болуы мүмкін, немесе V4-те S-шесі тереңдеп кетуі мүмкін. Сол жағдайларға қарап та біз патологиялық жағдайлар бар жоғын айта аламыз. Осы ауыспалы зонаны біліп жүргендеріңіз жөн. Одан кейін V1-де S-шесіне қарағанда S-шесі тереңдеу болады. V4-те баста бұл жерінде S-шесі кішірейіп бастайды. Қысқа болады. V5-те қысқа болады. V6-та ол мүлдем білінбеуі де мүмкін, немесе өте қысқа болып келеді. Және ең соңғысы бізде бұл Т-тішесі. Т-тішесі бізде реполяризацияны қозудың таралуын, яғни бәсеңдеуін тіркейтін тіше болып табылады. Ол негізінен бізде жүректің негізінен басталады. Сол себепті де бізде ең үлкен амплитудалы тішелер негізінен Т-тішесі V2 мен V3-те тіркеледі. Одан соң V1-де ол кішкентай болуы мүмкін, V4-те де ол кішкентай болады, а V5, V6-да олар өте кішкентай болады, немесе тегістелген болып келеді. Жоғарыда біз кеуделік тіркемелердегі экографияның ерекшеліктеріне тоқталып өткен болатынбыз. Енді стандартты тіркемелер мен күшейтілген тіркемелердегі ЭКГ ерекшеліктерін айтып өтетін болсақ, оларда ерекшеліктер сипаттаудың немесе нормада қалай тіркелу керектігін сіздерге екі жолын айтқым келіп тұр. Бірінші жолы ол негізінен осы кеуделік отведениелермен сәйкестендіріп жаттап алсаңыздар болады. Бірінші стандартты тіркеулерден бастайтын болсақ, стандартты тіркеулер олар бірінші және екінші, үшінші стандарт тіркеулер еді. Бірінші стандарт тіркеу ол оң қол мен сол қолға орналасқан электродтың айырмашылығын тіркейді. Сәйкесінше оң қолда бізде теріс электрод, сол қолда оң электрод болады, и оның бағыты бізде жүрек өсімен осылай өтеді. Бұл бірінші стандартты тіркеме. Бірінші стандартты тіркеме, яғни ол V6 мен сәйкес жатыр. Сол себепті бірінші стандартты тіркемедегі сипаттамалар, олар V6 кеуделік тіркемедегі ЭКГ графигімен ұқсас болып келеді. Осының ерекшеліктерін қабылдайды. Одан кейін екінші стандартты отведение. Екінші стандартты тіркеме ол бізде оң қол мен сол аяқты тіркейтін еді. Оң қол мен сол аяқ, яғни осындай бағытта өтеді. Бұл екінші стандартты тіркеме. Яғни екінші стандартты тіркеме ол V4 пен бірдей болады. V4 пен бірдей болады. Одан кейін үшінші стандартты отведение ол сол қол мен сол аяғы. Сол қол мен сол аяғы, яғни жүрек бағытымен осылай өтеді. Және бізде үшінші стандартты отведение ол V1 немесе V2-нің ерекшеліктерін қабылдайды. Көбінесе бұны V1 мен жақындатып алып, үшінші стандартты отведение мен V1-дің графиктері негізінен бір-біріне өте ұқсас болып келеді. Яғни кейде осы бірінші, екінші, үшінші стандартты отведение ең үлкен R-тішесі бізде V4-те екінші отведениеде, одан кейін V6-да, одан кейін үшінші стандартты отведение ең кішкентай R-тішесі болады. Көбінесе кейде осы стандартты отведениелердегі R-тішесіне қарап та біз жүректің электр осьін анықтай аламыз. Яғни ең үлкен егер R-тішесі V2-де болатын болса, онда ол нормальный жүректің электр осьі де болады. Егер ол ең үлкені V1-ге өтетін болса, яғни жүректің электр осьі солға жылжыған деп аламыз. Көріп тұрсыздар ғой, солға жылжыған. Егер үшінші стандартты отведениеде ең үлкен R-тішесі тіркелетін болса, онда жүректің электр осьі оңға жылжыған деп аламыз. Осындай ерекшеліктері бар. Яғни тағы айтып өтсек, стандартты отведение, бірінші стандартты отведение алтыншы кеуделік тіркемемен бірдей болады. Екінші стандартты тіркеме ол төртінші кеуделік тіркемемен ұқсас болып келеді, ал үшінші стандартты тіркеме ол бірінші кеуделік тіркемемен бірдей болып келеді. Және тағы бізде үш күшейтілген тіркеу қалды. Олар оң, сол және аяқтың күшейтілген тіркемелері. Бірінші AVR, оң жақтың күшейтілген, оң қолдың күшейтілген тіркемесі, яғни оның да бағыты
осылай орналасады, яғни AVR оң жақта. И ол да бізде бірінші күйдегі тіркеменің сипатын алады. Одан кейін AVL, сол жақта орналасады. Ол да 6-шы күйделік тіркеменің сипаттамасын алады. Одан кейін AVF, foot, яғни аяқ төменде орналасады. Ол осы 4-ші күйделік отведение мен 2-ші стандарт отведениеге ұқсас болып келеді. Яғни, көріп отырғаныңыздай, 1-ші күйделік отведение AVR және 3-ші стандартты тіркеме бұлар бізде бірдей болып келеді, ұқсас болып келеді. Одан кейін AVL 1-ші стандартты тіркеме және 6-шы күйделік тіркеме бірдей болып келеді, және 4-ші күйделік тіркеме 2-ші стандартты отведение және AVF аяқтың күшейтілген тіркемесі бір-біріне ұқсас болып келеді. Және сіздер стандартты және күшейтілген отведениелерде электрдің EKG-ның сипатын осылай күйделік, егер сіздер басында күйделік тіркемені түсінген болсаңыздар, оны солармен сәйкестендіріп жаттап алсаңыздар болады. Сонымен қатар оның сипаттамасын берудің екінші жолы бар. Ол бізде 6 очты система арқылы сіздер бағаласаңыздар болады, немесе оны Бейли жүйесі деп атайды. Бейли жүйесі бізде қалай жұмыс жасайды? Осылай шеңбер сызып аласыздар. Шеңбердің орталығын белгілейсіздер. Біз айттық, жүректің дәл осы схеманы сіздер осы Бейли схемасына түсіресіздер. Бірінші стандартты отведение оң қол мен сол қолдың арасын тіркейді. Ол бірінші стандартты тіркеме, және ол теріс нәбет оң болады. Өйткені оң қолда теріс электрод, сол қолда оң электрод орналасқан. Одан кейін екінші стандартты тіркеме. Ол 60 градуспен өтеді. Одан кейін үшінші стандартты тіркеме. Одан кейін күшейтілген тіркемелер. Күшейтілген тіркемелер олар бізде AVR, AVL және AVF. Осылай сызып аласыздар. Және әрқайсының оң жатқан ұшын аласыздар. AVR-де ол мына бетте, AVL мына бетте, AVF мына бетте. Үшінші тіркеме төмен жағында оң түссе, екінші стандартты төмен жағында оң түссе болады. И осы жерге сіз енді жүректің схематична сызбасын көз алдыңызға елестетесіз. Жүрек камерасы деп алатын болса. Енді бізде бұлда қалай тіркеледі? Яғни AVR бізде жүрекшелерге қарама-қарсы бағытта жатыр. Олардың импульс оларда төмен қарай бағытталса, AVR бізде жоғары жатыр, дұрыс па? Сол себепті әрдайым AVR-ді бізде теріс ПТЧ тіркеледі. Әрдайым ол тұрақты түрде AVR-ді сіз әрдайым теріс ПТЧ-сін көруіңіз керек. AVR-де ол либо оң болады, либо теріс болуы мүмкін. Қалған тіркемелерде әрдайым бізде оң ПТЧ-сі тіркеледі. Одан кейін QTC-сі AVR-ді ол мүлдем көрінбеуі мүмкін, өйткені ол төмен қарап жатыр, AVR бізде жоғарыда, дұрыс па? Оған мүлдем сәйкес келмейді, ол жерде біз QTC-сін көрмеуіміз де мүмкін, яғни көрінбейді бізде. AVL-да бізде QTC-сі аздап кішкентай білінуі мүмкін. Екінші стандартты тіркеуде біз уже QTC-сін көреміз. Өйткені ол осы электродқа бағыттас жатыр. AVF-те әлсіз көрінеді. Үшінші стандартты тіркеуде де ол әлсіз көрінеді. Немесе AVR үшіншіде ол өте қысқа болуы мүмкін. Немесе ол көрінбеуі де мүмкін. Себебі бізде қаншаға ол теріс бағытта жатыр. Бірінші QTC-лік отведениеде бізде QTC-сі көрінеді.
Одан кейін жаңа ертішесіне келсе, ертішесі бізде яғни біріншіде айқын көрінеді, екінші стандарт тіркеуде ол ең үлкені болады, аяқ қолдан тіркелетін тіркемелердегі. АВФ-те ол аздап айқын көрінеді, бірақ екінші стандарт ответениеге қарағанда қысқа болады, өйткені жүрек ұшына ең жақын орналасқан бізде көріп тұрмыз екінші стандартты тіркеме. Одан кейін үшінші стандартты тіркемеде ол өте қысқа болады, өте кішкентай болады, өйткені оған теріс атты жүрек ұшына. АВР-де де РТСі өте аласа болады, және АВЛ және сол қолдың күшейтілген тіркемесінде ол аздап қысқа болып көрінеді. Себебі жүрек ұшына ол аздап керісінше жатыр, қарама қарсы жатыр. Одан кейін S-тішесі жүрек негізін тіркейді. Жүрек негізіне ең жақын жатқан тіркеме ол үшінші тіркеме мен АВФ. Сол себепті де бұларда S-тішесі өте терең болып тіркеледі. Одан кейін екінші стандартты тіркеуде ол басқаларға қарағанда аласа болып келеді. Бірінші стандартты тіркеуде де ол өте кішкентай болып келеді, аласа болып. АВЛ-да ол мүлдем теріс жатқандықтан ол кезде S-тішесі тіркелмеуі де мүмкін. АВР-да бізде ол жүрек негізіне жақын жатқандықтан импульс бұл жерде жүрек негізінде именно АВР-ге қарап тарайды. Сол себепті де бұл кезде АВР-да бізде өте терең S-тішесін тіркей аламыз. Және соңғысы ол бізде Т-тішесі. Т-тішесі бізде жүрек негізінен басталатын, жүрек негізіне ең жақын жатқандар бұл үшінші АВФ және АВР. Үшінші және АВФ-те біз үлкен Т-тішесін, биг амплитудалы Т-тішесін тіркей аламыз. АВР-де ол аласалау болып келеді. Бірінші стандартты тіркемеде ол тегістелген болып келеді. АВЛ-да да айқын көрінбейді. АВР-да Т-тішесіне жақын жатқанда АВР-да оның импульсінің таралуы Т-тішесінде төмен бағытта жүретсе, оған ол теріс бағытта тұр. Сол себепті де кейде біз АВР-да негізінен біз теріс Т-тішесін тіркейміз. АВР-да Т-тішесі теріс болып келеді. Жалпы осы стандартты және күшейтілген тіркемелердегі ЭКГ-ның тіркелу ерекшеліктері. Жоғарыда біз ЭКГ-дегі тіркелетін 12 түрлі тіркемедегі норма ЭКГ графигін қарастырып өттік. Енді сол норма графиктегі өзгерістерді біз анықтайтын болсақ, және ол қай ответениеде орналасқанына қарап, жүректің қай бөлігінде патология болып жатқанын анықтай аламыз. Ол бізде топикалық диагностика деп аталады. Яғни, мысалы бізде екінші стандартты ответениеде қандай да бір мысалы Т-тішесінің өзгерістері болды, S-тішесінің өзгерісі болды дейік. Яғни сол ответениеге қарап біз жүректің қай бөлігінде патология бар екенін анықтай аламыз. Бұл яғни біз егер оған операциялық көрсеткіштер болса, оған доступты анықтап береді, біз оған дер кезінде дұрыс көмек көрсете аламыз. Оны біз қалай жасаймыз? Схемада көріп тұрғаныңызда бізде жаңа 6 осьтік система кеуделік ответениелермен толықтырылған. Енді біз бұл жерге схематичный жүректің сызбасын салатын болсақ, жүректе болатын болсақ, енді біз жүректің патологияны қалай ажыратамыз? Егер сіздер АВР-да үшінші стандарт отведение және бірінші кеуделік отведениеде патология көрсеңіздер, үшінші стандарт отведение АВР және В1-ден. Яғни сіздер жүректің осы кезде оң бөлігінде патология болып жатқанын түсінуіңіз керек, жүректің оң қабырғасында. Егер патология АВР бірінші стандарт отведение және В5, В6-да болып жатса, немесе В4-те де қосуымыз мүмкін. Яғни бірінші стандарт отведение АВЛ және В5, В6 дейік. Жүректің ол кезде сол бөлігінде патология болып жатқанын түсінесіздер. Егер патология бізде В4-те анықталатын болса, онда сіздер бұл кезде сразу түсінесіздер, что
патология жүрек ұшында болып жатыр. Жүрек ұшында болып жатыр. Ал егер бізде патология екінші стандарт отведениеде тіркелетін болса, және де В3-те анықталатын болса, частично В2-де анықталатын болса, екінші стандарт отведение, В2, В3-те анықталатын болса, онда сіздер бұл кезде қарынша аралық пердеде патология болып жатыр деп сразу түсінулеріңіз керек. Одан кейін бізде егер патология АВФ-те екінші кеуделік отведениеде анықталатын болса, немесе частично бұл жерге тағы В3 қосылатын болса, онда сіздер жүректің төменгі артқы бөлігінде патология болып жатқанын түсінулеріңіз керек. Яғни АВФ, В2, частично В3 қосылатын болса, онда сіздер жүректің төменгі артқы қабырғасында патология болып жатыр деп түсінулеріңіз керек. Яғни осы схеманы сіздер көз алдыңызда елестетіп жаттап алсаңыздар, бұл ары қарай оңай болады. АВЛ, АВР, АВФ төмен қарай тұрады. Одан соң бірінші стандарт отведение, екінші стандарт отведение, үшінші стандарт отведение. Көз алдыңызда елестетіп, осы жүректің кеудеде орналасқан схематикада сызбасын білсеңіздер, бұл ары қарап сіздер жүректегі ЭКГ-ге қарап патологияның орналасқан жерін дәл анықтай аласыздар. Және заключение жасаған кезде де сразу сіздер мысалы оң қарыншаның немесе сол қарыншаның мысалы инфаркты, миокард инфаркты деп сразу диагноз қоя аласыздар. Немесе гипертрофиясы деп диагноз қоюға болады. Қалыпты ЭКГ курсіне арналған сабағымыздың кезекті бөлімі өз мәресіне жетті. Сабағымыздың келесі бөлімдерінде біз ЭКГ парағы қолымызға түскен кезде біз оны қалай бағалауымыз керек және соңында қорытындыны қалай жасаймыз, соның жалпы ережелерімен танысатын боламыз. Және мысал ретінде бір пациенттің жазып алған ЭКГ-сын қолымызға алып, соған бағалау жүргізетін боламыз. Сабағымыз сіздерге пайдасы тиді деген ойдамыз. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады, немесе Instagram желісінде директке жеке шығып сұрақ қойсаңыздар болады. Ал әзірге сабағымыздың келесі бөлімдерінде кездескенше аман сау болыңыздар.